ел жұрт бір ТНВД-мен қорғап жүрсе, бұл көлігіміз 2 ТНВД ғой, сенесіздер ме? Мінекей мына жерде 1 ТНВД-міз, сол жағымызда, оң жағымызда біреу мінекей. В общем, бұл негізі краундарда да тұрады осы қозғалтқыштар. 2 ТНВД-мен жүреді осылай. Және де сенсеңіздер 16 форсунка ғой. Каждый цилиндрға 2 форсункада сақ болған ғой. В общем, япошкаларымыз аямаған, бәрін 2-2-ден салған запасымен тұра берсін деген ғой. Сөйтіп, в общем, бір UR EFC деген қозғалтқыш, бұл тәрізді 8 цилиндрлы Lexus LS деген көлігіміз жүріп келе жатып өшіп қалған екен, оталмай қалған. Мына бірінші цилиндрімізді компрессия 0, майда қойып көрген, в общем, көтерілмеген 0 болып тұр. Іші біраз задир, эндоскопиямен көрдік бәрін. Клапандарымыз күйіп кетті деп ойласақ, клапан күймеген. В общем, негізі задир болып кеткен, және де осы ТНВД-міз кеткеннен қазір бәрі ТНВД-дан болып кетіп отыр. Осы негізі жалпы моторларымыз құрып отқан. Содан задир болып кольцалары отыр қалды ма екен, немесе сынып кетті ме екен. В общем, солай компрессия жоқ болып оталмай қалған. Енді мына жерде мінекей үшеуін ашып көрдік. Мына жағында біреуін ашып көрдік. Орнына бірақ қойып, мына екеуі ашылмай қалды. Өйткені кузовқа тірек қалды мінекей. В общем, осындай орағып істеген негізі геморрой. В общем, қозғалтқыштың ремонтқа кіргізу керек, немесе ауыстыра салу керек контрактын салып. Арзан тұрады дейді, сол айтып тұрмыз, ауыстыра салыңыз деп. Әйтпесе ремонтқа қаншама шығын кетейін деп тұр ғой, жалпы олай. ТНВД-сында тексеру керек. Ең бастысы негізі осыдан болып кетіп отыр ғой. Сол үшін осы ТНВД-ны қаратып тексертіп жүріңіздерші. Бір айына 3-4 айда бір рет болсын өздеріңіз үшін, көліктеріңіз үшін тексертіп жүріңіздер. Артық етпейді ол. Чем осылай моторға, осы ТНВД-дан болып моторға кіргенше, ТНВД-сінің өзі кетіп тұрса, соны ауыстырсаңыздар. Әйтпесе қаншама шығын көрдіңіздер ме осы ТНВД-дан болып. Бұда 2 ТНВД, біреу емес. ТНВД-ның өзі қымбат тұрады тіпті. Сол үшін жедел қозғалтқыштар мінекей осындай вниманиені көп талап етеді. Қарап, всегда ухаживать етіп, бәрін уақытылы істеп, ауыстырып, күтіммен жүру керек осылай. В общем, осылай енді өзі ары қарай шешеді көлік иесін істейтін.